Қайырлы күн, достар. Бүгін қазіргі таңда хит болып жатқан Poison сайтына тіркелу туралы тегін сабақ болады. Қараңыздар, App Store'дан немесе Play Market'тен Poison сайтын жүктеп аламыз. Менде бірінші көріп тұрсаңыздар, ол рекламный сайт. Екіншісі ол Poison. Жаңағыдай приложение жүктеп жатқан кезде мән беріңіздер. Міне кірсеңіздер 4-8 жұлдызы бар. 17 жылдан бері осы приложение 17 жылдан бері App Store'да тұр. Қанша адам скачать етті, ол барлық информация осы жаңағы Google'дың немесе App Store'ның ішінде тұрады. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Тағы да бір айта кететін жайт, достар, видеоны өткізбей толық қарап шығыңыздар, себебі басқа нәрсені басып жіберулеріңіз мүмкін. Міне, менде Poison приложениесі скачать етілді. Ашамыз. Бірінші мынау көк разрешить дегенді басамыз. Содан соң қараңыздар, бұл жерде сіздер попросить не отслеживать дегенді бассаңыздар болады. Яғни сіздің местоположениеңізді жаңағыдай отслежка жасамайды. Енді міне Poison сайтына кірген кезде ештеңеге тиіспейсіздер, өзі сіздерге автомат түрде міне тағы да шығарып береді сіздерден жаңағыдай уведомление дейді ғой. Poison'да осылай скидка болып жатыр деген сияқты сообщение келу керек па, жоқ па. Міне осы екінші сөзді басамыз, ол дегеніміз телефон номері арқылы тіркелу дегенді білдіреді. Біріншісі ол WeChat. Одан кейін бізге шығады Қытайдың коды шығады +86. Осы +86-ны басасыздар. Бізге Қазақстанның кодын табу керек, яғни ол +7. Бірақ бір айта кететін жайт, Poison'да Қазақстанның, жаңа Қазақстан деген жоқ, Россия деп тұрады, міне +7. Бізге бірақ осы жарай береді, осыны басып, өзіңіздің телефон номеріңізді тересіз. Өзіңіздің телефон номеріңізді теріп болған соң, мына жаңағы дөңгелекті басасыз, сол деген разрешить. Міне көкті басамыз. Көкті басқаннан кейін бізге пин-код жіберіледі жаңағыдай жазған номерімізге. Келген пин-кодты, мына 4 санты пин-код келеді номеріңізге. Сол пин-кодты дәл осы жерге қайталап жазып шығамыз. Міне приложениеға осылай оңай тіркелуге болады. Видеоны өткізілмей қарап шығыңыздар. Егер өткізілген болсаңыздар, қайта қарап шығыңыздар. Видео бар жоғы 3 минуттық қана. Егер Poison сайтына байланысты сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіз, міндетті түрде жауабын бірге табамыз.